Ассалаумағалейкум, армысыздар, бармысыздар ардақты әлеуметтік желі қолданушылары. Күнгей кезет ақпараттық агенттігінің YouTube каналында Текспорт подкасты кезекті саны. Бүгін менде қонақта Ордабасы және Қазақстан ұлттық құрамасының экс-қақпашысы Алмат Бекбаев. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті жолдастар. Енді сізді шақырғандағы басты мақсат сол кешегі ұлттық құраманың кезекті матчын тамашалаған шығарсыз. Жалпы әлем чемпионатының іріктеу кезеңіндегі, енді былай айтқанда, көп нәрсені шешпесе де, біздің ұлттық құраманың ойында бір өзгеріс бар секілді. Осыған қатысты өзіңізді қысқа нұсқа ойыңызды айтып өтсеңіз. Біріншіден, бірінші минуттан таңғала бастадым. Өйткені біздің адамдар, біздің көздер ұлттық құраманы артқа жатып алатын үйреніп қалғанбыз да. Қорғаныста 5 защитникпен артта отырып алу болды. Осы біздің кеше ойын көрсем, бірінші минуттан бастап біздікілер ойыншылар прессинг жасап, қайта соққы, Кенжебек өте жақсы проходтар жасап, өте қатты таңғалдым, жақсы жағынан да. Енді, өзіңіз дұрыс байқапсыз, жалпы жоғарғы прессингте ойнады. Енді алдыға осы әлем чемпионаты іріктеу кезеңдері басталған кезде, білмеймін, жалпы менің пайымымда федерация жалпы осы ұлттық құраманың осы бір циклға бір селсоқ қараған секілді. Біріншіден, енді салыстырмалы түрде алғанда, бесіктен бел шықпаған бапкерді ұлттық құрамаға апарып, жаңағыдегі міндетін атқарушы қойып, оның артынан енді Черчесовтен кейін Алиевті әкелу, құздан құлағымен бірдей болған сияқты да. Осы федерация төңірегінде қайдан, бірақ осы футболдың төңірегіндегі барлығы бір ауыздан айтты. Алиев болмайды, әлі оның қарым қабілеті жетпейді деп. Айтқан айда болды. Өзіңіз Алиевтің жұмысына қандай баға бересіз? Сізбен келісем, Алиевтің тренерлік дәрежесі оған жетпейді деп ойлаймын. Ұлттық құрамаға жетпейді. Өйткені ол клубтық жұмыстары да онша жүрмеді, шынымды айтсам ше. Алиевке қояр бағым 5 балдан 2 қоямыз, басқа не істеймін? 2 деп ойлаймын. Тәжірибе енді, мысалы үшін, бұған дейін премьер-лигада ол Қызылжармен бір атлетиканың стиліндегі, атлетика мәдениетінің стиліндегі бір автобусты қойып, бір Қызылжармен жақсы жағына көрінді. Содан ойлап қалды біздің футболдың төңірегіндегілер, сол Алиев жақсы қорғаныспен, қарымта шабуылдармен жақсы бір ойын ұйымдастыра алады екен деп. Бірақ өкінішке орай ол Қызылжарда легендерлер бар, сол бір ерекшеліктерді футболдың төңірегіндегі федерация басшылығындағылар соны ескермегені таңғалдырады да. Жалпы біздің елде ұлттық құраманы баптайтын мамандар бар ма? Қалай ойлайсыз? Әлде бізге Еуропадан алдыру керек па бапкерлерді? Мен ол сұраққа көбірек жауап бердім да. Біздің федерация талпыныс қойса шығуға, задача Европа или әлем чемпионаты шығуға. Онда легионер тренер алып келейік. Натурализация, Жоқ, легионер тренер алып келейік. Легионер тренер, Жақсы тренер, Артета сияқты бір молодой тики-такасы бар. Ол сосын өзімен бірге 5-6 помощник алып келсін. Әр сборныйға U19, U18, сол бәрі бір футбол ойнасын. Сол кезде система болады да. 3-5 жылға. Яғни бір бапкерге 5 жыл цикл беру керек. Бір легионер біз шыққымыз келсе. Былай әшейін ойнап жүрсек, өзіміздің бапкерлер жетеді деп ойлаймын. Шықпай-ақ, задача қоймай, осы 1-2 ойын, жылына 1-2 ойын ұтып, сол өзіміздің тренерлерді шығарады, мысалы Байсуфин сияқты кеше. Байсуфиннің жұмысына қандай баға бересіз? Бұған дейін де баптады ғой енді ұлттық құрама. Бұған дейін бөлмеймін, неге Байсуфин постоянно ол да қорқып ойнайтын. Ол да 5 қорғаушымен, постоянно оборонада сондай қорғаныс футбол ойнайтын. Қазір неге бұлай ауысқанын білмеймін. Не үшін қанша уақыт өтіп, қазір атакующий футболға 4-3-3-ге ауысқанын не үшін? Баяғыда неге соны істемеске? Бәрібір ұтылып жүрміз бе? Бәрібір ешқаққа шыққан жоқпыз. Неге соны эксперимент істемеуге да, сол кезде? Қанша жыл өтті, енді қазір 1-2 ойынға шақырғаннан кейін енді қазір соны эксперимент істеп жатыр да. Бірақ менің ойымша қазір федерация басқа легионер тренер алады деп ойлаймын. Енді мынандайда, жалпы бұған дейінгі бапкерлер, сол Черчесовте, Алиевте бізде жылдам, денелі, ұзын бойлы қорғаушылар жоқ деді. Жоқтың қасы деді. Біз өткені Черчесовте, Алиевте сол 3 қорғаушымен ойнауды еуропалық стандартқа өткісі келді, жасыратын жоқ. Бірақ адам шамасына қарау керек шығар, еуропалық стилде ойнау үшін дұрыс па? Енді қараңыздар, сол олар кадрдың тапшылығына келіп қайта шағымдана берді. Сол бір мәселені Байсуфин бір-ақ күнде
шешіп берді. Шешіп бере салған болды да, сияқты болды да. Төрт қорғаушыны қойды, үш қойды да, үшеуің шабуылдай бер, ортада үшеуің ұста, артта төртеуің тазалап отыр, былай айтқанда, дұрыс па? Дұрыс. Неге Алиевтің бұған сонда білімі жетпеді ма, жалпақ тілмен айтқанда миы жетпеді ма, мен соны түсінбеймін да, қалай бұл? Миы жетпегенде миы бар шығар, бірақ қорқықты да кішкене. Ондай ойынға тәуекел ете салған. Бірақ ол қорыққанның өзінде де жіберіп ұтылып жатыр. Қанша ойын ұтылдық, қанша гол жібердік. Қанша үш защитник, орталық защитник болса да, қанша біз гол жібердік. Өйткені олар қорқып ойнайды. Психологиялық тұрғыда да жұмыс істеу керек ол жерде. Жалпы Черчесовті ұлттық құрамадан алып тастау дұрыс болды деп ойлайсыз ба? Дұрыс болды деп ойлаймын. Еш қайда да шықпадық, ешқандай ойын дым өзгермеді, дым жақсармады. Прогресс болса мейлі ғой. Бір прогресс, ойыншыларымыз әр ойыннан жақсы ойын көрсетіп, бір ұтып, хотя жақын болуға, бір неге шығуға да, плей-оффқа ма, сондай результат болса, жақсы қалдырыр. Бірақ қазір ондай дым результат көрсетпеді. Алиевтің результатымен бірдей екеуі. Мынанша миллиондап оған ақша төлеген қажет жоқ деп ойлаймын. Черчесов келген кезде былай айтты. Ұлттар лигасының тобына шықтық қой біз. Бір Алиев көтеріп кетті, біз сонда айтты. Ол біз Словения, Норвегия, Австрия секілді алпауыт командалар түсіп қалдық. Еуропаның топ 20-сында жүрген командалар ғой. Ол бірден айтты. Мынау Словения, Австрия, Венгрияны Қазақстанның алуға потенциал жоқ, жасыратын жоқ. Мен бұл ұлттар лигасында эксперименттер жасаймын. Сөйтеміз да, біз осы әлем чемпионатында ұпай жинауға тырысамыз, өйткені ол жақтан Македония, Уэльс секілді, яғни орасан қол командалар бар. Олармен ойнауға болады деді. Тек Бельгияны шығарып есептемегенде қалғандармен ұпайға таласуға болады. Және де жаңағы қосымша стыковой матчтар дейді ғой, былай айтқанда. Тіреуіш мақтар арқылы өтіп кетуге болады деп ол басынан ашығын айтқан тұғын. Бірақ оның айтқаны айта келгенде ол ұлттар лигасында барлығын біз ұтылдық, жасыратын жоқ. Норвегия енді кешіріп қойыңыз. Бір Холланд кеше Беларусияға жеткізді, бір 6 гол ұрып кетті былай айтқанда. Беларусия бізден бір бас болмаса да қазір футбол тәуірлеу ұлттық құрамасы. Біз ойнадық қой жолдас матч. Яғни Черчесов бәрін айдан ашық айтты да, осы әлем чемпионатының бір іріктеу кезеңі бір 2 ай қалған кезде, 2-3 ай қалған кезде алып тастаймыз да, орнына Алиевті қоямыз. Осы жердің өзі бір қателік секілді да. Өйткені Алиев, өйткені анау Черчесов бір команданы қалыптастырып келе жатыр, оны алып тастаймыз да, орнына Алиевті қоямыз. Ол тәжірибесі мүлде толыспаған, жас маман, ол елді дағаны әдемі сөйлейді деген сөз жоқ. Бірақ ойындары өкінішті. Сөйлегені әдемі. Алиев баяғы футбол ойнағанда да көп сөйлейтін ол. Осыны кеше Олег Сабировты айтты. Ол ойлап жүріп те көп сөйлейтін деп. Негізі енді біз федерация жұмыс істеп жатқан адамдарда кішкене стратегия жоқ деп ойлаймын да. Эмоциональный тұрғыда ала салады да ойыншылар. Мақұл бүйтейікші, былай істей салайықшы деп. Или бір бастықтар, может, бір депутаттар айтып, сендер не істеп жатсыңдар? Мынау бұл результат жоқ қой деп, сондай эмоциямен давление болғаннан кейін ала салады ма, сонда стратегия жоқ та. Содан ойлаймын осындай қателіктер болады деп. Алиевті кім әкелді? Ұлттық құрама, қалай ойлайсыз? Давид Лория дейді, соның досы дейді. Досы, екеуі баяғыдан кішкентай кезден. Бір командада ойнаған. Бір командада ойнаған, бірге жұмыс істеген. Бірге өскен. Мынандай да кеше Марат Омаровтан осы парламент кулуарында журналистер сұрады. Енді ұлттық құрама ұтыла бергеннен кейін, неге мұндай тоқырау болып жатыр, неге жаңағы бапкер сайлауда, тағайындауда жаңағы қателіктерге жол бердіңіздер деген секілді нәтижелі көңіл көшіріп жатыр деді. Ол кісі бірден басын алып қашқандай болды әңгімесінде. Мен менеджмент жағына жалпы мынау системаны тазалау, жүйені қайта қою, клубтарды жекеменшікке өткізу секілді бар ғой мысал үшін. Енді жасыратын жоқ, Омаровтың келуімен қазір алпауыт компаниялар қазақ клубтарына ақша құя бастады. Каспий банк, Алатау Сити банк, кешегі анау Қызылордаға стадион салған жас бизнесмендер қазір Қайсарды, Қызылжарды, Жеңісті өз қолына алмақ. Өз қолына алып, яғни жекеменшікке өтіп жатыр. Бұл өте бір Омаров президенттің тапсырмасын жүзеге асырып жатыр былай айтқанда. Ал енді федерацияда осы футболдың спортивный аспект дейді ғой былай айтқанда. Спорттық жаңағы саласына жауапты Давид Лорияның. Бұл жерде Алиевті тіпті Омаровқа кандидатурасын ұсыну арқылы үлкен қателікке бой алдырған секілді болып көрінеді. Енді Лория да қазақ футболына жат жігіт емес. Қазақ футболының асханасынан өскен жігіт. Бүйтіп қарап тұрсаң кейде ойлайсың да,
жеке мүдделер, жеке адамдардың абыройы, ұлттық құраманың ел намысынан сонда биік кетіп қалып жатқан жоқ ма деген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Енді мен басынан бастап ойлағам, сол Лоре Алиевпен бірге аяғынан жұмыс істеген, бір-бірін жақсы таниды, сол үшін шақырған шығар деп. Сөйтсе ол басқаша айтып тұр, ол тек мен менеджмент жағынан қараймын деп. Енді үлкен қателік деп ойлаймын. Басынан бастап білмеймін не үшін ондай решение принимать еткендерін, бірақ мен шынымды айтсам, Алиевтің жұмысы басынан ұнамады да. Он не то, что жұмыс істемей тұрып ұнамады, ол выбор. Неге оны бас бапкер қойды? Қазір де мысалы кеше байқадым ойында Байсуиновтың ассистенті болып отыр ғой? Көмекшісі болып, иә. Енді әлем чемпионатына командадан дайындаған сол ғой. Енді анау көп нәрсені Байсуиновтың құлағына сыбырлап әйтеуір көмектеседі деп көмекші қойды. Енді бұл логикалық тұрғыдан дұрыс шығар, өйткені көмекші болса, бірақ деген соңғы шешімді Байсуинов қабылдайды ғой. Енді Байсуиновтың қабылдаған шешімдеріне қатысты осы ұлттық құрама осы екі матчқа дайындық кезінде бірінші кеңейтілген тізімді жасады. Ол жерде әлеуметтік желіде үлкен дау болған Дінмұхамед Қашкеннің аты жөні болған жоқ. Бірақ тоқал жеріне келгенде құрамаға Астанаға жинаған кезде аяқ астынан Дінмұхамед Қашкен ұлттық құрама сапында пайда бола қалды. Осыған қатысты спорт журналистері қатты дау туғызды, өйткені Қашкен өз сұхбаттарының бірінде мен футболға жалпы кәсіби тұрғыдан емес, мен хобби ретінде қараймын деген екен. Сонымен қатар енді сол ұлттық құрама матчтарынан бірер күн бұрын Қайратпен жетісу ойнағанын білесіз. Қайрат жетісуды оңдырмай 5-0 ұтып жіберді. Және қорғанысына өте үлкен, өте көп сұрақ бар. Жетісудың сапынан сондай ойыншыны алу, сол жаңағы соңғы жаңылегі көрдіңіз бе? Тағы бір сіз басқа бір нәрсеге алып келатсыз. Сол қоңыраулар, сол көкей жәке, қазақ футболын тұншықтырып өлтіріп жатқан осы секілді осындай бір неге алып келетін секілді. Сіздің пікіріңіз мына жерде расында да сондай жаңағыдегі белгілер бар ма, әлде жоқ? Бұл Қашкен, мен расында да Қашкенді мықты қорғаушы деп танимын деп ойдайсыз ба? Шынымды айтсам, мен де білмеппін, ол құрама команданың андай расширенный списокке кеңейтілген жоқ екен. Мен ол уақытта болған деп ойладым да. Сосын тағы бір момент болуы мүмкін да, если ол кеңейтілген списокте жоқ болса, мысалға бір енді проблема, орталық қорғаушы бізде проблема ғой, енді екі-ақ жақсы ойыншы бар, Әліп пен кім, Қасым. Енді оларға да замена керек қой. Мысалы, Малыйды алсақ, ол уже жасы келіп отыр. Яқтан Қашкен жасы 25-те ма? Бірақ оның қазір позициясына күмәніміз бар да. Ол жетісуда ойнайды, жетісуда ұшайын деп жатыр, ұшуға тырысып жатыр, қалуға тырысып жатыр. Енді ол моментті білмеймін, комментарий айта алмаймын. Қандай немен жолмен сборныйға түскен. Байсуинов бұл сұраққа былай жауап берді. Мен келген кезде Алиев жалпы бір жақсы дүние жасапты. Қазақстандағы футболшылардың статистикалық жаңағы мағлұматтарын жинапты. Данный дейді ғой былай мағлұматтарын жинапты. Кім қанша жаңағы жүгіре алады, қанша бар мағлұмат бар. Соның ішінен біз статистикалық нелерді мағлұматтарды салыстырмалы түрде Қашкенді алдық деді. Яғни оныкі басқа қорғаушылармен салыстырмалы түрде дұрыстау болып шықты деді. Бірақ бір әріптесіміз астаналық, аты жөнін айтпай ақ қояйын, сол жерде ол базаны менде қарадым деді. Және ол жерде Темірлан Ерлановтың, мысалы үшін тобылдағы тағы бірнеше қорғаушылардың аты жөнін атады. Олардың статистикалық мағлұматтары, көрсеткіштері былай айтқанда Қашкендікінен жоғарырақ. Неге? Көрдіңіз ба? Күлкіміз келеді енді осын. Мен айтарым жоқ енді осын. Осындай жолмен құрама команда өтіп жатса енді білмеймін. Бізде енді факты жоқ қой енді дәлелдейтін. Кім көке жәке деп айтқанын ұстап алмадық қой. Енді соның жаңағы орысшалықта признактар дейді ғой, белгілері анықталып жатыр. Қашанғы біз кейде ойлайсың да, қашанғы мейлі 90-шы жылдары, 2000-ші жылдардың басында енді әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Қазір азаматтық қоғам, журналистер, футбол түгілі спорт журналистер бар, бақылауда ұстап отыр, дұрыс ба? Кімнің қалай ойнайтынын бәрі жерде біледі. Ермұхамед Мәуленнен бастап барлығы әрбір футболшының әрбір қадамын, қай жаққа ауысып жатқанын, қалай ойнап жатқанын барлығын. Енді қазір
футболды жаңағыдегі не анау ішінен біліп ойнаудың қажеті жоқ, сырттай отырып та анализ жасай беретін болды ғой. Жаңағыдегі статистикалық көрсеткіштер барлығын айдай анық шығарып береді. Осы тұрғыдан алғанда көке жәкелді қою керек секілді, және де кейбір отбасылардың тарихында қалу үшін деген сияқты бар ғой, ел намысын одан төмендеу қойып бір әулеттің абыройын асқақтату деген өте бір ұят дүние сияқты. Қазақ футболында. Мен үшін де ұят осындай. Сіздердің кездеріңізде ұлттық құрамаға қалай шақырды? Қандай талаптар қоятын? Сіздердің кездеріңізде де қоңырау арқылы келетіндер болды ма? Шынымды айтсам, ол кезде бір адам болды. Адамдардың өзінің футболшылары бар. Әр командада. Сол адам өзінің футболшыларын тартады. Независимо қалай ойнады, қалай ойын көрсетіп жатыр, қандай формада. Менің ойыншым келу керек болды. Бірақ мынандай болмады. Вообще айдаладан сборныйға, құрамаға ешқашан ілінбей жүрген ойыншыларды бірден алып келген. Ондай болмады. Бізде қандай талаптар болды? Постоянно практика клубта. Негіз құрамда жүру керексің, постоянно практика бол. Және де әшейін жүру емес, сен жақсы ойын көрсету керексің. Сен ең командаңдағы ең жұлдыздардың біреу болу керексің да. Решающий адам болу керексің. Сол кезде сен сборда, мынаны алайық, мынау жақсы екен мына жақта деп. Сол кезде шақырады. Жоқ, бірақ ол кезде де жаңағыдей бір агенттердің мүдделері ойнады ғой, иә? Ойнады. Жоқ, Али Алиевке кейбір жаңағыдей сарапшылардың тағатын кінәсі сол қазақ футболындағы кейбір абыройлы тұлғалардың ойыншыларын шақыруға әлі де бейімдеу. Оның ішінде жасыратын жоқ. Асанбаев айтылады, Урамқаев айтылады, мысалы үшін. Солардың бір белгілі бір фамилиялар айтылады. Солардың төңірегіндегі ойыншыларды міндетті түрде жаңағыдегі ұлттық құрамаға шақыру керек. Ол жаңа өзіңіз айтқандай ойнасын, ойнамасын, олар болу керек деген сияқты. Бұның астында не тұр? Агенттер одан не ұтады? Агенттер одан ұзын контракт ұтады. Мысалға мен ойыншым, мен мысалы бастықпын да. Мен ойыншымды аласыз сборныйға, сіз бас бапкерсіз. Мен ойыншымды аласыз, постоянно сборныйда болады. Сосын мен сезон бітеді, ендігі сезонға мен айтамын, мен ойыншым постоянно сборныйда, қараңыз, сборныйда шығып жүр, ойнап жүр, контракт мынандай болу керек, мынандай емес. Мысалға да, сол. 3 жылға, 5 жылға деген секілді ма? Жоқ, анда бүйтіп қарап тұрсақ, мысалы үшін Қазақстан ұлттық құрамасында ойнады деген Еуропада абырой емес. Еуропа клубтары оған бір Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншы екен ғой деп алмайды ғой мысалы. Ол тек қана осы премьер-лигада. Біздің Қазақстан клубтарына. Мысалы үшін Мақтааралда 1-2 жігіттер ойнап жасыратын жоқ, кейін ұлттық құрамаға апарды, кейін қайтып ыстық ұясына оралып алды ғой, айтқанда дұрыс па? Ол қазір ол жақта қосалқы құрамда отыр. Қаншама жігіт сөйтіп өзінің карьерасын, мансабын қазір қиратып жатыр былай айтқанда. Солардың бірі Елхан Астановты. Қалай Ордабасыда қалай ойнап еді? Қазіргі Астановтың қазіргі ойынын қандай баға бересіз? Қазір енді тек қана Астанов емес, Ордабасының бүкіл ойыны нашар енді көруге жылағың келеді қазір. Білмеймін неге ондай болып қалған. Басында бірінші клубта тәуір ойнайтын еді. Қазір вообще, может быть, кубок ұтылғаннан кейін қолдары түсіп, может, көңілдері түсті ма? Жарайды, Ордабасыға әлі келеміз. Байшефиндтің жұмысын туралы айтайын. Жалпы Байшефиндта не сиқыр бар? Мысалы үшін менің пайымымда, мен енді Байшефиндті осы биікте жолықтырып қалдым. Ол кезде Мақтаарал футбол клубына көмектесіп жүрді ғой. Кеңесші болып па, сонда оған ол кісі айтты, мен енді Адиевтің жетістіктері фундаментін сіз қаладыңыз деп. Көзіне жас алып кәдімгі рахмет айтты. Енді жылы сөз, ондай жылы сөз сөйлеген болмайды. Енді мен мойындаймын қаншымен. Қайраттан жаңағы карьерасы, яғни футболдағы мансабы қисаяқтай жүрген Ғалымжан Кенжебекті Мақтааралға алдырды, оған ойын тәжірибесін берді, оған сенді, соны тәрбиелеп шығарды. Және де Алиев ойната алмай жүрген Кенжебек кеше қалай ойнады? Ой, тамаша ойнады. Енді қараңыз, осы отставкаға кетейін деп есіңізде ғой, кім? Алиев, иә. Соның алдында бір хакимге ұсылдық, бір ойынды матчта отырған кезде былай айтты, баспасөз конференциясында. Ғалымжан Кенжебектің өзі премьер-лигада 3 гол ма 4 гол ма жасаған, бірақ оның бәрін пенальти жасаған деді. Ойына салмаған деді. Сөйтіп айтты. Яғни сол арқылы өзін бір ақтап алғысы келді ғой, біздің ойыншылардың потенциалы, дәрежесі, деңгейі тартпай жатыр ғой деп. Ал енді Байсефин бүйтіп қарап тұрсаң, сырттан ешкім шақырған жоқ қой, сол Алиевтің базасын алып отыр ғой, сол ойыншының бәрі. Сол ойыншыларды қалай өзгертті? Бұл жерде тәжірибе ме, абырой ма, әлде жаңағыдегі авторитеттерге қой деп шын мықтына алай алатын жаңағыдегі байқымда жүректі
мінезді адам келді ма қалай әлде тәжірибе ма бұл жерде неге ұлттық құрама Алиевтің кезіндегінен қазір бір бас жоғары кетті былай айтқанда ойында? Шынымды айтсам, Талғат Байсүйтовтің жұмыртқалары үлкен. Оған ешкім сөз айта алмайды қарсы. Ол үлкен біздің қазақ футболының метр дейсіз ғой? Иә, метр. Үлкен кісі сияқты оған мен құрамада болдым ғой менде. Ол адам сөз айтса, айтқанды бет қолын ұрып, жесткий тренер да ол. Енді сөзі бар. Талап ете алады. Авторитеті бар, талабы бар. Ол қазір енді жаңадан келіп отыр қайтадан сборная. Может быть, ол ойлаған шығар, енді мен көп уақытта келген жоқпын. Давай көрейінші, осы эксперимент істеп көрейінші. Может быть, вдруг ертең ойында бәрі получится, бір ұтып кетеміз ба, может, атакаға ойнап көрейікші деп. Сосын психология тұрғыдан сөйлескен сияқты балалармен. Бұл жерде жаңа өзіңіз айтқандай психология өте үлкен рөл ойнайды. Иә, өте үлкен рөл. Сосын ол балаларды тыңдата білу керек, Иә, авторитет керек. Авторитет керек. Абырой керек. Өйткені оның жасы да үлкен, бәрі де. Негізі біз қорқатынбыз одан. Қазір де қорқады деп ойлаймын, өйткені кәдімгі біздің аға сияқты да, үлкен аға. Иә, енді былай айтқанда ел ағасы болып қалды ғой. Иә. Енді мынандай ғой, Байсүйтовті сіздің пікіріңіз. Менің пікірімше Байсүйтовке жаңа сіз айтқандай Байсүйтовке бір 5 жылдық цикл беру керек секілді. Өйткені Байсүйтов жаңа өзіңіз айтқандай біріншіден қазақ футболын етене жақсы біледі, екіншіден премьер-лиганы беске біледі, үшіншіден абырой, тәжірибе тосқан және де буын алмасу кезеңін ұлттық құрамадан байқатпай бір байыппен әдемі өткізе алатын бапкер сол секілді. Мен әлі де айтамын, Алиевтің жемісті ұлттық құрамасын осы кім Байсүйтов бастап берді ғой. Өйткені есіңізде болса, Украинамен қандай матч болды, иә? Киевте де, Астанада да. Иә, есімде. Украиналықтар енді кеңес дәуірінде қазақтарды қарсылас көрмеген украиналықтар өздері шок болып қалды былай айтқанда, иә. Сол құраманы жасап шыққан Байсүйтов қой мысалы. Оған ешкім әкеп дайын құрама берген жоқ қой. Ал енді Алиевке ол Францияға ұтылғаннан кейін 8-0 ол жерде ол ашық айтқан тұғын, матчтың басында айтқан тұғын. Енді Франциямен қанша мықты болсаң да Франция. Біздегі парламентте кейбір депутаттар енді мұрнына футболдың есі бармайды. Сонда сол жерде бай балам саған екен Байсүйтовті алып тастады. Бізде сондай ғой, бір 8-0 Франция дегенің ол біріншіден африкалықтардан құралған әлемдегі ең үздік командалардың бірі. Футболдың есі бармайтын кейбір депутаттар сол жерде бай балам сәбет Байсүйтовті бір күнде алып тастады. Ал құрама Алиевке қалды да, сол тамаша қалыптасқан нені Алиевте енді сол Байсүйтовтың беделі бар, абыройы бар жаңағы жігіт екен, сөз жоқ, психолог ол да. Оны бір мықты тактик деп айта алмайсың, иә? Ол психолог, иә. Клубта да онша істемеді ол. Иә. Бұл Шахтермен анау Еуропада сәл конференция лигасын қателеспесем 1-2 сәл Чеомен өтіп сәл абырой жинап, содан ұлттық құрамаға келді ғой. Бірақ дегенмен де сол нені ұлттық құраманың шашауын шығармай әдемі ойната білді. Бірақ соңғы 2 матчы оның тоқырауы болды, есіңізде болса, иә. Ол кезде біздің ұлттық құрама болдырып қалған еді. Бірінші гректерге оңбай ұтылдық, сосын артынан Лихтенштейн қазір, Люксембург қалай құрамасын көтеріп алған. Бізге ұтылып алып екіде бір ұтып кетті. Алиевтің соңғы 2 матчы негізі сәл бұрынғы ескі Қазақстанның сүрлеуі болды. Сондай. Қазір Люксембург жақсы ойнап отыр. Ой, олар деңгейі сұмдық. Олар шығатын түрлері бар ау? Жаңағы қосымша стыковой матчтарға барады олар. Барады, иә. Сіздің пайымыңызда жалпы Байсүйтовті қалдырған дұрыс па, әлде шетелден бәрібір де бапкер әкеп, жаңағыдай сіз айтқандай жастардан бастап жұмыс істеу керек па? Мен ойымша сол жақсы бір Испаниядан ба өз қалап біз мысалы адамдар тыңдасын да, қандай футбол біз көргіміз келіп жатыр. Современный испанский футбол ма, Испания енді номер 1 ғой, бұның 3-ке кіреді әлемде. Футболдары да бар жағынан. Сондай футбол алым десе, испанецті алып келейік. Жақсы тренер алайық, сол өзінің 5 көмекшісін алсын, 5 Ю, 15, 12, 19 националка болды. Осы бір системаны істесін, сол біздің футбол сондай болады, сол кезде өседі. 3-4 жылдан кейін болды. Сосын оның жұмысы бітеді, ладно, сол ары қарай өзіміздің тренерлер де өсе бастайды, сол жұмысқа қарап. Бірақ кешегі Байсүйтовтің ойыннан қарағанда кішкене позитив үміт пайда болды да, қалдырсам екен деп. Бірақ көпке жете ма ол, жетпей ма білмейміз. Ол сөзіңізде жаны бар, Байсүйтов Еуропада ойнаған жоқ. Ол бапкер болған жоқ. Черчесов секілді ол УЕФА Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде ойнаған жоқ. Ол әлем чемпионатының Черчесов секілді 1-4 финалға шыққан жоқ. Сондықтан да бұл жерде сізбен қосылсам, бәрібір тәжірибе өз сөзін айтады. Әрине, тәжірибе керек.
кеше ұлттық құраманың ойынында кімді ерекше атады? Кімнің ойыны сізге ерекше ұнады? Бірінші Мұхамеджан Сейсен. Қақпашы. Қақпашы жақсы ойын көрсетті. Сол не деген сейфтер шығарды? аны 2 сейфтен кейін біздің ойыншылар талпыныс пайда болды, қайта алдыға жүгіріп үмітті, иә. Сосын Кенжебек өте жақсы ойнады. Жаңағы кімді айтам? Қараман. Сосын Әлібек жақсы ойнады. Қасым. Артта қорғаныста жақсы болды. Қалғандарын айта алмаймын. Сосын кім шаршағаннан кейін Кенжебек пен кім Свиридов шаршағаннан кейін Сушинашев кім Жұмат шықты, нашар шықты бұлар. Ақтамады, иә. Шығып, одан сайын біз отырдық қайттан, гол жіберіп қойды сосын. Бірақ енді айып добы ол өте шебер. Иә, шебер. Ол жерде дуа болса да қиын еді, ба? Кім шығара алмайды. Әдем ол. Қалай шиерлді ол? Қақпа бағанасына тиіп барып жанам кетті. Ол жерде қақпасын ешқандай қинасы жоқ. Ешқандай қинасы жоқ. Сол үшін ол еще қабырғадан бір метрдей биік кетті ғой. Қалай түсірді, қабырғаны дұрыс қоймады деп ойлаймын. Ең әдемі гол деп ойлаймын осы турдың. Ең әдемі голдар болды. Жаңа қабырғаны дұрыс қоймады деп бүйтіп қарасам қайталаудан. Жоқ, оның төбесі бір метрден. Оны шешенің өзі айтып отыр ғой. Мен ойладым еді, сыртына қарай дегенде ойладым. Сөйтсем төбе бірден түсіп құлады дейді. Оған қанша барынша созылдым дейді. Шеберлік қой. Шеберлік мойындау керек, бекерден бекер капитан емес екен, бекерден бекер бар дей ма? Бар емес екен дәлелдеп отыр расында да. Жақсы ойыншы. Қараманның голы ше? Қараманның голы жақсы болды. Ол да бір шеберлік, былай айтқан. Ол жерде басында түсінбей қалдық біз. Қақпашының бірақ қателігі болды өзі. Свиридов қақпашыдан доп жұлып алды ғой басымен. Екеуі допқа күресіп, қақпашы ұшып кетті неғынан. Енді мынандай сальтомен гол салған енді. Через себя жақсы әдемі молодец. Бұл матчта екінші таймда қосалық құрамнан Мұратжан Қалматов шықты. Қалматовтың ойынына қалай баға бересіз? Шынын айтсам, ол да нашар ойнады. 3-4 заменге шыққан адамдардың бәрі нашар ойнады негізі. Шушинашев енді. Ода бір 3-4 едине бар сот бәрін ұтылды ғой. Бәрін ұтылды, доп жоғалтты. Ештеңе айта алмай, осы 4 шыққан адамдар Жұмат, Шушинашев енді 2 удар істеді ғой. 2 шап. Кім жаңағы Қалматов пен тағы да бір жас ойыншы шықты. Жагоров. Ол да нашар болды. Мен ойладым, наоборот шығып олар кішкене көмек бере ма деп. Бұл матчта Самародов пен Дастан Сәтбаевтың орны білінді ме? Жоқ. Білінді. Аны Свиридтің орнына тым болмағанда қосалық құрамнан шыққанда, иә, бір шекереді. Свирид, маған негізі Свиридтің ойыны онша ұнамады. Мастерствосы кішкене шеберлігі аз ба, бір білмеймін, гол соғатын адам емес. Бірақ қара жұмыс көп емес. Қара жұмыс, иә. Бірақ сонда да пайда көп, КПД-сі аз болды. Соның орнына Самародов па или кім болғанда Сәтбаев. Может быть, ұтып кетер ме едік. Жақсы ойын көрсетті негізі, атакада сол. И заменге де сол адам керек болды, сондай. Ойладым, Самародов. Бір деңгейлі. Иә. Қосалық құрамның ойыншылар керек. Енді біреулер айтады да жаңағыдай, Алик Сабиров айтты. Алиевтің жұмысы сұмдық қой, ол енді бірінші лигаға шейін түсіп, ойыншылардың базасын жасады. Не бір ойыншылар жаңа есімдер тауып келді дейді. Енді тауып келген есімдер сол ана Қалматов, Жұматтар болып тұр ғой айтқанда. Олар ұлттық құраманың деңгейіне әлі дайын емес. Тәжірибе еңбек болып тұр ғой да. Оларда. Сондықтан ол анау кадр жетіспеген жерге бүйтіп аттарын жаза салған сияқты да. Аванспен алған көрініп тұр. Бүгін ойнай берсін, ертең жарады деген жерде. Ол ертең ол деңгейге жете ала ма, жете алмай ма, ол да бір сұрақ та. Енді Қалматовтан жаймен Ордабасыға өтейік. Ордабасы биылғы маусымда 3 миллиардтың үстінде бюджеті бар, өзіңіз білесіз. Қандай ақша? Сіздердің кездеріңізде армандаған ақша шығар ол? Не деген ақша, енді доллар өсіп жатыр ғой. Биылғы Ордабасының жалпы аяқ астына қандай көзқарасыңыз? Шын айтсам, тренерге жақсы үміт болған. Мартинге, өйткені ол лига конференцияда группаға өтті. Ойладым, осы біз Ордабасыға келіп өзінің футболын қояды, осындай дәрежеге жетеміз. Лига Еуропада ойнады ғой биыл. Может, ары қарай плей-офф группаға өтіп қаламыз ғой деген өмірімізде бірінші тарихта бірінші рет болады ғой деп сондай үмітте болғам. Қазір ойынды көргеннен кейін дым ешқандай үміт қалмады. Тез Лига Еуропаға дейін Қажымхан атындағы стадионда ұл тоғытып қалдық қой, білесіз ба?
Біз шабуылда жүрміз, бірақ ұлттау гол салып жатыр да. Айой. 90 минут. Жоқ, мынандай пікірлер айтылады енді Мартинге қатысты. Мартин өз ойын қойды, сөз жоқ. Сидневпен салыстырғанда бұда командалық ойын бар дейді. Бірақ Сидневта қандай топ ойыншылар болды, Мартинде қандай ойыншылар бар. Қазір жасыратын жоқ, былай айтылады. Ордабасыда 10 миллион айлық алатын бірде бір ойыншы қамат дейді. Яғни барлығы 5 миллион, 3 миллионның атырабында. Ал енді білесіз ғой, Сидневтің құрамында не деген ойыншылар бар. бір айда бір үй алып отырған жігіттер болған ғой. Айлықтары да жақсы болған десеңші. Салыстыруға сол жағынан келгенде Мартин ақсап жатыр деген пікірлер айтады. Жалпы селекциялық жұмыстар сауатсыз жүргізілді деген. Бұл жерде кінә Мартиндікі ме, әлде селекциялық департаменттің кінәсі ме? Менің ойымша селекция, бірақ селекция бізде әкімнен басталады ғой. Әкім не айтса сол болады. Біздің главный селекционер әкім ғой. Енді әкім жинаған. Сіздердің кездеріңізде сондай болды ма? Жоқ, ондай болмады. Бір адамға береді, сен айналыс, осы саған міне бюджетің, бізге 3-ші орын керек, 5-ші орын керек, істеп бер. Істедің ба, жақсы қалдың тағы да. Істемедің ба, кеттің. Кешір. Болды. Бұл жерде енді білесіз, Ордабасының кешегі чемпиондық жылдары, кубокты алған жылдары селекциясымен атағы Орда Азияға мәшһүр Ұлықбек Асанбаев айналысты. Асанбаевты кейін олар жалпы әкімдік болсын, басқалары болсын, енді түрлі қауесеттермен шығарып салды. Жалпы Асанбаев футболдағы өте сауатты селекционер ме, әлде алаяқ па? Енді ол Асанбаев өзі футбол ойнаған адам ғой. Әшейін футбол ойнамаған, жақсы футбол ойнаған. Қазақстан ұлттық құрамасында да ойнаған. Мен ойымша футболдық тұрғыда түсінігі және білімі көп та, жетеді деп ойлаймын. Және де результатқа қарасақ та, Ордабасыда болған ойыншыларды, алып келген ойыншыларына қараңыз, дәрежесін, деңгейлерін қараңыз. Результат, бәрі өз соның орнына айтып тұр да. Сол қазір мысалы қарасақ, ол Иртишқа барды. Иртиш бірінші лигадан шықты. Ол жаққа да жақсы ойыншылар келді. Хотя Иртиштің қатты үлкен бюджет деп айта алмаймыз. Бірақ бәрі Асанбаевтың атына келіп отыр ғой енді. Жоқ, біреулер айтады, ол бірінші жылы қарызға жұмыс істейді деп. Может быть, қарызы. Сосын күрекпен тасиды дейді. Енді жалпы футболдың төңірегіндегі сыбырлап сөйлейтіндердің несі ғой, бұл ақпарат ғой былай айтқанда. Көбісі енді былай айтқанда ашық айта алмайды Асанбаев жолы. Бірақ сыртынан тасалақтырғанға бәрі құмар, дегенмен де Асанбаевта нәтиже бар. Нәтиже бар ғой, қанша ақша алсын, қанша кім ойыншыларды алып келсін. Кім алмай жатыр дейсің. Кім алмай жатыр. Бірақ саған результат керек па? Міне результат. Сол үшін басқа сөздер бұл жерде лишний болады деп ойлаймын. Қазір Ордабасыда не өзгерту керек? Селекционерді өзгертеміз, әлде бапкерді өзгертеміз бе? Әлде президент отставкаға кету керек? Қазір енді өсектер кетіп жатыр ғой, әкім кетеді дейді. Басқа жаққа министерствоға ма? Біздің әкім негізі әкім ретінде өте ұнайды маған. Қала әкім ретінде. Іскер, біздің қала көркейгенін көрсеңіз, ой, маған өте парктер ашылып жатыр, фонтандар. Негізі сол жағына өзінің ісін жақсы істейтін әкім. Бірақ футбол жағынан нашар, кішкене білімі төмен адам деп ойлаймын да. Білімі енді түсінікті. Сол үшін сондықтан футболға етене қатты араласудың қажеті жоқ. Қажет профессионалдарға беріңіз. Бюджет төледіңіз ба, болды, соған беріңіз. Болмаса содан сұраңыз. Бұлай футболға кіруге қатты енді. Әкім араласатын жер емес. Әкім араласатын жер емес, шынымен. Өзінің мамандарын қойып өртпейсіз. Енді қараңыз, өзінің мамандары болғанда Таңат Нөшербаев келді. Спорт директоры болып. Бұған дейін Қайрат Әшірбеков болған, білесіз. Енді өзіңіз бірге ойнаған шығарсыз, жақсы танисыз ғой. Қайрат Әшірбектің жасыратын жоқ, бар жоғы білмейтін. Не шешім, не істеп жүргенін білмейтін. Жоқ, былтыр мынадай қызық болды. Ана Сидневтің кезінде анау біраз ойында төмен қарап қирай бастады ғой. Ұтыла бастадық, сонда жанкүйерлермен кездесу болды. Мен сол жерге шақырып бардым. Сөйтіп сұрап жатыр ғой. Селекциямен кім айналысты, неге ойындар қирап жатыр, неге айлықтар өте көп, тағы бергеннің айлығы туралы әңгіме сол кезде шыққан тағы берген тұрып, ол жоқ, мен ондай айлық алмаймын деген жоқ. Мен алсам өзім еңбегім ғой деді. Сондықтан енді демек ол сөздің рас екенін сол жерде Қайрат Әшірбеков тұрды да селекциямен Ұлықбек Асанбаев айналысқан. Бірақ енді Ұлықбек Асанбаев Ордабасыда ресми түрде жұмыс істеген жоқ қой. Ол енді өзіңіз айтқандай өзінің футболистерін әкелді да солардан алатын алды былай айтқанда. Ұлықбек Асанбаев айналысқан, қазір ешкім айналысып жатқан жоқ, өйткені
трансферлік терезе жабық деді. Бүйтіп қарап тұрсаң, бір тупой жауап та. Енді қараңыз, трансферлік терезе жабылған күнде де селекциялық департамент деген жұмыс істеу керек. Анализ жасау керек. Командада кім ақсап жатыр? Сыртта оның орнын толтыратын кім бар деген сияқты, кімді әкелу керек деген секілді. Бұл кімнің жұмысы? Бірінші кезекте бұл жұмысқа жауап берді спорт директоры. Спорт директоры. Сондықтан да жаңылдегі Қайраттың жаңылдегі әңгімесі мен кәдімгі қарным ашты. Ал енді оның орнына кеше Жылжытты да Таңат Нөсербаевты әкелді. Енді қосымшалардың орны өзгергенмен деген секілді әңгіме бар ғой. Енді жалпы Таңат осы құрамды жалпы спорттық тұрғыдан өзгерте ала ма? Жалпы қазіргі жас футболшылар арасында Таңаттың абыройы бар ма? Оның артынан еретін жігіттер бар ма? Қалай ойлайсыз? Енді Таңат жазда келді ғой, жаздан. Білмеймін енді. Ол келгелі бері результатта төмен түсе бастады. Енді білмеймін, ол соған байланысты ма? Может быть, шынымен ойыншылар қолдары түсті ма, настроениелері түсіп, көңіл күйлері. Білмеймін, не үшін, неге байланысты екенін, бірақ Таңат қазір істеп жатыр. Ендігі жыл оған мүмкіндік берсек қалай болатын? Мынандай ғой, биылғы селекцияға Таңат кінәлай алмайсыз. Жазда келді. Сол ойлап тұрғаным, енді қараңыз, футболдың төңірегіндегі агенттердің айтуы бойынша, жас футболшылар, қазіргі топ футболшылар болсын, бірінші Ұлықбек Асанбаевтың атын ереді, өйткені абыройы бар. Көп футболшылар жасыратын жоқ, қиын жағдайда қаржылай болсын, моральдық болсын, психологиялық болсын, көмектескен. Анау кешегі өзбекстандық Абдухадыр Құсанов мысалы Ұлықбек әкеде өліп қалады. Өйткені ол анау энергетик бұғуға барып, ар жаққа Еуропаға шығарып салған, сол деп айтады. Жасыратын жоқ, дұрыс па? Сосын Қайрат Нұрдәулеттің аты аталады. Қайрат Нұрдәулетті агенттер жас ойыншылардың бәрі сол Қайрат Нұрдәулеттің атынан оқ жетпес, Мақтарал болса Мақтарал, Қайрат Нұрдәулет қайда барса сол жаққа барғысы келеді дейді. Ал бұл жерлерде Таңат Нөсербаевтың бұлай аты аталмайды ғой. Ол жасыратын жоқ. Таңат футболды қойған екен өзің секілді бизнеске қатысып бизнесте жүрді. Енді бизнестен топ етіп қайта футболға келе салып жігіттер келдерден ешкім келе қоймайды ғой. Келе қоймайды. Ол үшін анау Қайрат секілді, кім Ұлықбек секілді осы футболдың қазанында қайнау керек еді. Абырой жинау керек еді, көмектесетіндермен көмектесіп, ақылайсап сөйлесу керек еді. Яғни өзінің төңірегіне жас футболшылар жинау керек еді. Ондай жұмыстар Таңатта болған жоқ қой. Ал оны әкеліп енді топ етіп спорт директоры қоя салу, ол қаншалықты дұрыс дүние. Енді қараңыз. Бұл жақта қайттан көкежака істеп кетті ау деймін, білмеймін енді. Дінмұхамед қашкен сияқты. Соған ұқсас жағдай дейсіз ғой бұлда? Білмеймін, ұқсас жағдай. Бірақ бұл жерде может эмоция жағынан қайттан әкім өзі осындай решение принимать етті ма, білмеймін енді. Енді клубтың төңірегіндегі, жалпы клубтың төңірегіндегі сөйлесесіз бе? Клубтың төңірегінде... Сіз енді сол футболдың асханасынан шыққан жексіз ғой, сөйлесесіз бе? Не айтады, не отыр іште? Андасыны көріп тұрам, бірақ тығыз байланыс жоқ негізі. Баяғы қатты ондай футболға да бармаймын, Ордабасының ойындарына бармаймын. Білмеймін неге екенін, барғым келмейді. Иә? Биылғы матчтарға ма? Жалпы ма? Вообще жалпы барғым келмейді. Чемпион болған жылда барған жоқсыз ба? Барған жоқпын. Иә, чемпион болғанын білсеңіз? Бір рет бардым. Бір рет ол Ордабасы емес, кім Қазтелерадио компания шақырды. Ойында сарапшы болып, ойын алдында, ортасында, ойыннан кейін біраз. Неге сіздің Ордабасыға деген өкпеңіз бар ма? Білмеймін. Бар ғой деймін. Жоқ, сіз Байсейітовтің кезінде кеттіңіз ба Ордабасыға? Онда түсінікті. Ол кездегі ойыншылардың Таңат азаптардан бастап барлығының өкпесі бар енді. Өкпе болғанда ол жағын ұмыттық. Просто бізге деген ветерандарға деген кішкене көзқарас ұнамайды да маған. Ордабасында сыйлап шақырмайды. Сыйлап жоқ, ондай сыйластық жоқ. Бәрін ұмытып кеткен уже. Біз қалдық, біттік сомен болды. Жоқ, ешқашан еске түсірмейді. Іс-шараға шақырып, хотя бы ойынға келіңіз, мұны неққа отырыңыз деп. Жалпы Ордабасының биылғы нәтижелері енді өзінің бюджетіне қатысты, егер салыстырмалы түрде айтсақ, енді Ордабасы былай айтады, басшылығы қазір түрлі пабликтер, бақтар арқылы жазып жатыр, команда қайта құрылып жатыр, жаңағыдай өзгеру кезеңі, көптеген іште қаржылық мәселелер бар, барлық шешіліп жатыр. Енді стадион төңірегінде енді өзіңіз көрдіңіз, стадион 60 жылда жөндеу көрмеген стадион, сөз жоқ, ол жағынан жасалды. Бірақ дегенмен де клубтың басты бірінші индикаторы не? Спорттық нәтижелер, дұрыс па? Ол футбольный клуб болған екен, футбол командасы болған екен. Осы тұрғыда алғанда бүгінгі басшылықтың нәтижелерін
ақтап алуға болмайтын секілді да. Енді ол болмайды. үй салдым, жаңағыдегі жол салдым деп ойынды ұмытып қоюға болмайды ғой мысалы. Иә, болмайды. Сондықтан бүйтіп қарап тұрсаңыз, Асхат Сейсенбектің жалпы футбол клубының президентінен бастап бәрі селекциямен анау айналысып, мынау айналысып дейді. Кез келген мекемеде бірінші сұралатын кім? Директор, басшы. Басшы. Дұрыс па? Өйткені селекциямен айналысатында бапкерді де басқаны да Сен аласың. тағайындайтын, команданы жинайтын басшы. Басшы. Оның әрбірінің қателігі үшін сұралатын басшы. Басшы. Өйткені сол тағайындап отыр ғой. Иә. Өзіңіз айтқандай әкім сол футбол клубына президент тағайындады ғой, дұрыс па? Бұл жерде енді сұрақ әкімге де болады. Сіз кімді тағайындадыңыз деген секілді. Ал енді Асхат Сейсенбектің автобиографиясын қарадым ба, Ленгемен қаржыгер. Футболдың төңірегінде бұрын болған адам емес та. Спорт қорында болған, енді экономист, қаржыгер мықты сөз жоқ. Жеңіл атлетика және федерациясында болған, бірақ футболда бұрын істемегеннің нәтижесі міне. Иә. 3,5 миллиард бюджетпен 8-ші орын. Иә. Кубоктан да қалды. Қасында Ұлықбек жоқ, көмектесетін адам жоқ, бәрі білім қадыры, жұмыс жоқтығы. Дұрыс айтасыз. Тым болмаса жанында абыройлы бір маман жоқ. Иә, маман жоқ. Қазақ футболында орны бар, мысалы үшін мынау қазақ жастар жалпы жас футболшылар, топ футболшылар болатын артынан еретін жастар жоқ. Кешегі мысалы үшін Али Алиевте де ұлттық құрамадағы мысалы үшін кім еді анау қорғаушы Малый Астанадағы жоқ, кетіп қалды ғой. Қайға кетіп қалды? Асхат Тағыберген екеуі ұлттық құрамамен қоштасты ғой мысалы үшін. Иә. Ой, бұл охранник па? Охранник дейінеді ғой бәрі. Сол екеуі мысалы үшін кім өзімізде кадр жетіспейді да. Али Алиев, жігіттер, бізде мына кадр жетіспей жатыр. Иә, көрермен жанкүйерлер тарапынан сын бар, бірақ сынға сынып кетуге болмайды ғой. Иә, жұрттар хейт айтты екен деп Асхатқа мысалы үшін сен ұлттық құрамадан кетіп қалсаң, орнына кім келеді? Әлі сен тұрып мен атайын деп тұрған ойыншы жоқ қой деп түсіндіріп айтып, сол екеуін алып қалуға Алиевтің абыройы жетпеді ме? Әлде сөз жетпеді ме, түсініксіз да? Сол секілді орда басында да осылай, жігіттер, мына осындай болып жатыр, мына ойды шығарып берейік, мына кубокты қалай алайық деп бір анау киім алмастыру, раздевалканың лидері дейді ғой айтқанда, киім алмастыру бөлмесінде бір психологиялық настрой беріп, мотивация беріп, бір жалын сөз айтатын орда баста бір жетекші ойыншы да қалмады былай айтқанда. Сондай ойыншы да керек, басшы да керек, спортивный директор сияқты команданың тренермен футболшылардың арасындағы бір адам керек та. Мен сізден неге сұрадым, жаңа футболға, клубқа неге араласып тұрасыз ба деп, өйткені мен енді клубтың төңірегіндегі жігіттермен сөйлесіп, мысалы үшін былай айтады, тіпті спорт басқармасының басшылары, спорт саласының басшылары бар ғой, солар келіп жиналыс өткізгенде де малыйлар, жалпы нелер, шетелдік легионерлер команда бастапқырына қатысты, тіпті Асхат Сейсенбекке қатысты ерегісіп сөз қайтарып, соларға шағым айтты дейді. Бұл дегенің іштегі командалық микроклимат. Иә, өте нашар. Енді кешіріп қойыңыз, Малый қазақ футболындағы соңғы адам емес. Иә. Ұлттық құрамада қашаннан бері ойнап, әлі ойнап жүр. Мысалы үшін, сонымен бірге ойнаған Асхаттарын кетті ғой ұлттық құрамамен қоштасып. Бірақ Малый өзін былтыр біраз жерде ол шайды, бірақ биыл өзін жинап алды ол. Жинады. Солай ма? Ордабасыда ойнап жатыр ғой енді. Иә, Ордабасыда ойнап жатыр. Биыл Малый біздің шабуылшымыз. Бәрі сөйтіп айтатын болды, өйткені сол шығады шабуылға, байқайсыз ба? Біз ұтылып алсақ, Малый шабуылға шығып кетеді. Сөйтіп салып кетеді. Яғни шабуылшы жоқ. Ал енді осылай лидерлік танытып отқан Малый бапкерге де басқаға да сөйлейді екен. Мынау еместер, кеше кубокқа ұтылғаннан кейін іште болған жігіттер еді, жылап жүрген, мынау емес Антич Малыйлар дейді. Ал біздің жігіттер Ордабасының академиясынан шыққан жалынды жігіттер. Беттері былқатпай, жанкүйерлермен ерегісіп, көшеде жол аяқ деген әңгімелер кетті ағына. Ондай да бар ма? Иә, ғана көрмедіңіз ба, әлеуметтік желілерде жолға. Біздің жігіттер кәдімгі кім ғой деймін? Қалматов ғой деймін, қателеспесем. Өзіне бір-екі дөрекі сөз айтып, балаға жеткен шығар, дұрыс қой. Қызылордаға сонау осы жерден қанша уақытын сарп етіп, финалға барған жанкүйерлер біраз дөрекі сөз айтқан, соған жеке жолығасын ба деген секілді әңгіме айтқанда, енді жалпы футболшыларға осындай сөздер жараса ма? Асхат Тағыберген де осылай айтады. Байқайсың ба? Ақтөбемен матчта уже бір емес, бірнеше рет осылай жеке жолығайық, келіп айта аласың. Ол кәсіби спортшыға жарасатын. Жараспайды, өйткені адам өзінде ішінде сол нәрсемен жұмыс істеу керек та, деп ойлаймын. Психологиялық тұрғыда сондай ол деңгейге түспеу керек.
қанша саған боқтаса да, қанша жаман сөз айтса да, ол деңгейге түсуге болмайды. Боқтаса боқтай берсін, рахметіңді айта шығып кет, болды. Сол ең жақсы нәрсе. Оның деңгейіне түсіп, ұрсып онымен, сосын ол неге шығып, прессаға өзінің жаман жерінен көрсетесің. Сол үшін сондай футболшыларды қолдамаймын. Жалпы Ордабасыға мынау бұрынғы Ордабасын қайта қалпына келтіру үшін енді соңғы 5-6 жылда Ордабасы топ команда болды, иә? Кемі 3-те болатын. Еуроп жолдама біздің тұрақты қалтамызда болды. Соңғы 4-5 жылда. Сол Ордабасын қайта қалпына келтіру үшін не істеу керек? Енді білмеймін, мен 3,5-4 миллиардтық бюджетпен біз қайта команданы құрып жатырмыз деген сылтау айтудың өзі ұят секілді. Көші Қайсар, Тұран, Қызылжар, тіпті мынау Елімайдың өзі ондай бюджет жоқ. Елімайды білмеймін, бірақ мына Қызылжарда Оқжетпесте, қателеспесем бізден кеседе жоғары, Оқжетпесте ондай бюджет жоқ. Оның бюджеті 2 миллиардтың төңірегінде деді. Ал бізде 3,5-4 миллиардқа шейін барып қалады. Ол бізден еще білесіз ғой, сәл жылдың соңына оқу жаттығу жиындарына дейін тағы да бір былтырғыдай 8-9 миллион теңге тағы аударып жібере салды ғой Ордабасы үшін. Әкімдіктің ондайда былтырғыдай трюктер болған ғой, былай айтқанда. Сондайда нелермен ол 4 миллиардтың үстіне барады да, былай айтқанда. Сондай қаражатпен қалай сен команданы қайта құрып жатырмын деп өтірік сылтау айтып қиратып аласың мысалы. Адам ақылдасып айту не бұл? Енді не айтамыз, басқа мен сөзім жоқ оның. Жоқ, жалпы сіз бұл тығырықтан шығудың ұсыныс айтсаңызшы. Сіз енді маман ретінде. Есімде бар, 2018 жылыма Ордабасыдан кеттім, Ертішқа. Сол кезде Ордабасыға 5 ойыншы бірден Астанадан келді. Щеткин, Малый, тағы Быстров, вратарь Непогодов келді. Сол кезде Ордабасы бірден бірінші орынға шығып лидер болып бастады да. Сондай адам ол кезде білмеймін кім басқарғанын, сол кезде мен кетіп қалдым. Бірақ Байсейітов еді. Байсейітов болды ғой. Байсейітов енді Евроға шығып біз сосын. Басшы емес, ол басшы еді. Бас бапкер кім болғанын есімде жоқ та сол кезде. Ой, Байсейітов бас бапкерлерді ол кезде печаткаға ауыстырды ғой, білесіз ба? Дерменжиев бір келді, Кубриков бір келді. Олардың теуіп шығарып салды. Мына жақта тұрып өзі айқайлайды ғой. Сол бірден 5 ойыншы келгенін айтамын да, Астанадан. Сол кезде содан кейін Астанамен андай ойындар басталды. Түсініксіз ойындар басталды да. Сондай Астанаға қарсы ойнаған кезде лидерлер ауырып қалып шықпай қалады. Иә, сондай болды негізі. Енді шыны керек сондай. Ол ойындар әлі күнге шейін келеді ғой. Әлі бар ондай. Кешегі чемпиондық сезонда да, маусымда да есіңізде ме? Асхат Тағыбергендер ауырып қалып, Астанаға шықпай қойды. Білмеймін енді қандай адам кім екенін, кім сол нәрсені істеп жатқанын білмеймін да. Қандай адам осы футболшылардың бәрін басқарып, ішінен звондап, сен мына жерде ауырасың, сен мына жерде ойнайсың, сен мына жерде ойнамайсың вообще. Сол кім? Сіз білмейсіз бе? Әлде біліп тұрып айтып өтсіз. Сіз енді сол асханадан шыққан адамсыз ба? Сіз білмеймін деген мен сенбеймін ше. Жоқ, ол адам кеткен шығар деп ойлаймын да мен. Әлі отырман деп. Енді шәкірттері қалады ғой, ізбасарлары болады ғой. Ол адам біз ойнап жүргенде істейтін. Қазір кім еді ол? Айта аласыз ба? Айта алайын ба? Кім ол? Саян. Хамитжанов па? Хамитжанов. Айта берсем, маған не істейді, мен футболшы емеспін, ешқандай. Вот, айтылған жаз атылған оққа қалмаңыз енді. Саян Хамитжанов реттейтін беді бәрін? Білмеймін, сол ойыншылар, мысалы, Ордабасыға келді десе, солар келді ғой, Астанада еді ол кезде. Ол жіберетін. Барады да 5 ойыншы Тоболға жібереді. Тоболы 2-3 или чемпион бола салады. Сол жіберген адамдарын айтып отырмын да мен, болған нәрсені айтып отырмын. Басқа қайқа жіберді? Сол Ордабасыға жіберді бір-екі рет, Тоболға жіберді бір-екі рет. Болды. Осы командаларға жіберіп тұрды. Жоу Пауланың Астанаға ұшып барып тұрып қайратқа кеткенін естідіңіз бе? Жоқ, осы мен. Ол кезде сендер Ордабасы болған жоқсың ғой, қателеспесем. Сол кезде енді ол айтылатын әңгіме енді. Футбол төңірегінен айтады ғой, бірінші Астанаға қарай шығамын ғой. Сөйтіп Астананың аэропортынан қайтқанмын Алматыға қарай. Жақсы сауда болған ғой. Сонда екі бастық бір-бірімен көрдіңіз бе? Бұл жерде Паула ресми түрде Ордабасына салған жоқ қой шығар. Иә. Қателеспесем. Енді қалталарға кетті ғой, ол ақшалар енді ол бюджеттерге кеткен жоқ қой айтқанда. Сонда енді бірақ жасыратын жоқ, кім Байсейітов жалпы Түркиядан біраз мықты шетелдік легионерлер алып келді. Кім Паула бар, сосын анау Бриджиди деген бар еді ғой, Қазақстан чемпионатында қателеспесем. Әлі бар ма? Жоқ. Кетіп қалды.
ол біраз командалар ойнады ғой мысалы. Жақсы сол ойынша. Оны да сол ұлда көрсетті ба, бір жерден алып келді ғой. Сол жаңағы жолдастық кездесуді көріп қалып, Ордабасыға шақыртты, содан ар жаққа қарап алып кетіп қалды ғой мысалы. Сондай Ордабасыдан басқа жаққа солай ұзатылып жатқан Диакате мысалы үшін. Қандай не жағдай қорғаушы. Көптеген сезонда ойнады. Гүйе болды баяғы. Бірақ Гүйенің кезінде Байсейіт болмады. Жоқ, Байсейіт болмады. Бізге мен бар кезде болды, Пасулька кезде. Сіз анау баяғы Русенбургпен тең ойнап жүрген кездерде бар ма едіңіз? Иә. Не деген керемет ойындар. Иә. Жақын шақтар. Айтпақшы. Ордабасы кеше Қазақстан ұлттық құрамасы U19 жастарға бір ретінде ұтылыпты. Бұған қатысты не айтасыз? Жалпы енді сіз жастар құрамасында ойнадыңыз ғой? Жоқ, ойнамадым. Ойнамадыңыз ба? Жоқ, ойнамадым. Жалпы енді асханада жүрсіз ғой, білесіз ғой. Қалай ол жастар құрамасына Ордабасы ұтылып қалады? Ордабасынан көп болса бір 2 ойыншы келді ғой, үшеуі ма келді ғой? Неге? Қалғандары отыр, легионерлер отыр. Олар оңтүстік академиясымен U19 1-1 ойнайды. Ордабасының негізгі құрамы 3-те ұтып жібереді. Ол қалай? Мен оны соғысқан сенбеп едім, негізі шын ұтылыпты ғой. Енді жалған ақпарат емес қой. Ордабасының деңгейі. Енді бағанағыда сіз айтып отырсыз ғой, малыйлар кімдерге ұрысып, ерегісіп тұрса, значит, команданың ішінде микроклимат дұрыс емес қазір. Ауызбіршілік жоқ. Командалық рух жоқ, Сол үшін барлық ішінен шірейді ғой енді. Сол үшін бәрін дұрыстау керек. Тазарту керек, ремонт дейді ғой, ремонт. Бәрі бетоннан басталады, бетонға дейін тазарту керек. Біз тек стадионды ремонттап қойдық қой. Командан емес. Сыртын. Каспиялық қана жасап қойдық, Косметический ремонт. Қалғаны қиын болып тұр бізге. Енді біздің эфир арқылы жалпы осы подкаст көрсе жоғарыдағылар дұрыс шешім шығарар деген ойдамыз. Негізі дұрыс ұсыныс ескертулер жасадыңыз. Футболдың төңірегінде, футболдан шыққан азамат ретінде. U19 жалпы енді футбол салашылар айтады, жалпы Қазақстан жастар құрамасында үлкен үміт бар. Әсіресе U19 өйткені ол Қайрат Боранбаев тәрбиелеп шығарған, оның негізгі костягі солар. 8-9 бала сөз Кекер, бас бапкер, Бапкер Кекер ма? Сол U19, U15-терді бізге 1-2 жыл күту керек деп жатыр да. Сонда біз бір нәрсеге талас алуымыз мүмкін деп жатыр. U19 не үшін күтеміз қазірден бері ойнай берейік та бұлармен? Жоқ, кім айтады, осы Краснодар футбол клубының қожайыны кім еді соның фамилиясы? Галицкий айтады. Жалпы 19 жасар баланы мен түсінгенім бе, қанша жыл футболда жүріп. 19 жасар баланы қанша жерден талант болса да, оны ересектерге барып қосудың қажеті жоқ дейді. Өзінің деңгейінде ойнаған дұрыс екен. Ол ересектерге барғанда или сағы сынады, или бір жері жарақат алды. Ол ересектер оны ойнатып қойып, тараңдатып қойып отырмайды ғой, ешкім дұрыс па, ешкім нанын бермейді ғой, мысалы жас бала келіпті деп. Сондықтан да ол өзінің ортасында өскен дұрыс екен деген пікір айтты. Сондықтан да бұл жерде U19-дан енді 1-2 баланы дастан сәтбаев мысалы U19-дан келе жатыр. Соның құрдастары ғой қазір U19 ойнап жүрген. Сол кеше U15-іміз Өзбекстан ұлттық құрамасын өздерінің құрдастарын 2-0 есебімен ұтып жіберді. Тамаша көрсеткіш. Өзбекстанның кешіріп қойыңыз, сол қарсылас емес қазір. Біздің U21 Ташкентке барып, олардың U20-сынан ұтылып қалды ғой. 1-0 есебімен. Сондықтан да жастарға үміт бар. Өзіңіз секілді бір бәлкім Еуропадан бір бапкерлер тобы келіп, соны айтып отырмын. Келсе сондай. Жұмыс істеу керек шығар. Менің арманым сол. Артета сияқты тренер келсе ғой, оның 5 көмекшісі. Қанша ақша алса да соларды алып келеді дейсіз. Бер ақша кетіп жатыр. Не деген ақша кетіп жатыр футбол? Соған беріңізші соған. Айтпақшы, стадиондар салынып жатыр. Стадиондар, стадион салынып біз өте қуаныштымыз, бірақ кішкене фантазия да керек ол жағын. Мен ана кезде талқыладым ғой, Түркістан мен Қызылорданың стадиондары бірдей. Біздің акиматтар сияқты, бәрі қалада акиматтар бірдей. Басқа фантазия жоқ па деймін, аэропорттар да бірдей қазір. Маған келген ақпарат бойынша, дұрыс байқапсыз, маған келген ақпарат бойынша Қызылорданың стадионы неге тез бітті? Сол Түркістанның проектісін, жобасын алғанда копировать болған ғой. Енді жан-жағын жапқан, сөйтіп тез басталып кетті да. Ал Шымкенттің стадионы неге кеш басталып жатыр? Өйткені бұл жерде ерекше дизайн, басқа дизайн. Сондықтан ол жаңа өзіңіз құжат деген оның бекіту, экспертизаға апару, сол жұмыстар енді 1-2 жыл көп уақыт алды. Өйткені ол бекімей сіз құрылыс бастай алмайсыз. Ал енді Америкадан копи-паст болғанда былай айтқанда. Маған келген ақпарат сондай, бірақ дегенмен де Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев бар еді. 40 миллион $4 санаттағы
4-ші санаттағы стадион. Иә. 40 миллион доллар. Лига Чемпиондар Лигасын топтық кезең қабылдай алады. Иә. Бірақ жасанды алаң. Жасанды енді мынандай ғой. Жасанды алаңды ауыстыру қиын емес екен. Бақсы стадион бар. Мынау ауыстыру мысалы үшін Тұранды ауыстырып алып, дұрыс па? Кезінде осы Ғабидулла Абдрахманов осы стадионға есіңізде ме? Күрделі ремонт жасаймын деген кезде біраз адамдар шулап еді. Қазір солар өкініп жүр. Өйткені сол қанша қаражаттан сол кезде ремонтталып қалу керек еді. Сол кезде біз қазір заманауи стадионда ойнар едік. Сондықтан бұл жерде қарағанда бүйтіп қарап тұрсаңыз, Қызылорда Қайсар аренаның осы бір тұста пайдасы бар. Таза футболдың есігін жолағы жоқ. Біз отырып көрдік кеше матчта финалды. Кәдімгі әсер мүлде басқаша. Әңгіме жоқ, әдемі стадион. Бірақ мен айтып отырмын ғой, Түркістандағыдай бірдей стадион. Тез салу үшін сол жеңілдеу жолмен кеткен ғой. Сондықтан да енді мейлі жоқтан бар. Қазір енді Қазақстанда 3 жаңа стадион болды ғой. Түркістан Астана арена, Түркістан арена, Тұран арена, Түркістан арена. Сосын Қайсар арена. Енді Шымкенттегі стадионның іргетасы қаланып жатыр екен, кеше барып көріп қайттық. Бұдан бөлек Астана Алматыдағы стадион 35 мың орындық, Шымкенттегі 35 мың орындық. Шымкенттегі стадион дизайнын көрдім, әдемі, ұнады маған. Маған келген ақпараттар бойынша бұл нені қазақ құрылыс компаниясы салып жатыр, Қазақстрой деген. Бірақ олар осы Буниоткорды салған. Буниоткордың Ташкенттегі стадион көрдіңіз бе? Ұқсайды? Сәл ұқсайды. Желбезектері ресейлік компания екен салған. Жақсы, әдемі стадион. Солармен бірігіп қазір осы стадионның дизайн жасап шыққан, және осыны бастап. Енді Ташкентмен біздің ауа райымыз келеді ғой. Сондықтан да ұқсаймыз. Ташкент, Шымкент бір тәжірибесі бар компанияда. Қазақ құрылыс деген компания, Қазақстрой деген компания ол негізгі мердігер болғанмен субподрядқа берді деп қателеспесем. Дегенмен де негізі бұның іргетасын қалап жатқан кезде 24-те басталып 26-да біту керек еді, солай айтылған. Қазір кеше комментарий берді, басында жүрген бригадирлер 2,5 жыл дейді. Сонда 30 жылға қарай ойнап қаламыз ол стадионда. Енді бұл жерде құрылыс қарқынын күшейтсе 1 жылда салып тұр болады. Дұрыс па? Қазір Қытай 10 күнде көпір салып жатыр ғой айтқанда. Сондықтан да оның жаңағы жобалау жағын дұрыс келтірсе, есебін келтірсе. Есіңізде ме Қатарда болған чемпионат, әлем чемпионаты. Контейнерден стадион соғып қойды. Тез. Қалай салды? Қазір енді алынып салынатын, металл құрылыспен оның ешқандай несі жоқ деп ойлаймын. Проблема жоқ. Сондықтан да стадион салу қазір қаражат болса болды. Қалеке, рахмет. Келіп, бөлісіп, ортадан табылғаныңызға, студиямыздан табылғаныңызға. Рахмет сізге. Сізді алдағы подкасттарда көреміз деген ойдамын. Тұрақты сарапшымыз болып, ортада ойыңызбен бөлісіп отырсаңыз, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, бүгінге осы, кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.